Соңғы ойында Қайрат пен Пафос ойында мен Қайрат ардагерлері, Қазақстан ардагері, Вайт Талгаев деген сияқты кісілерді көрген кезде, Елдос, сендер неғып ұлттық құраманы ойнады, бізді осы Қайрат шақырып жүргенде неғып шақырмайсыздар деп О, міне, ауыр. Жер болды мана жерде. Мен ана жақта не дерін білмей, мен айтып отырмын, маға біз көке, біз оны шешіп, мен ойға қатыса алмаймын. Өкінішке орай, бірақ сіз негізі жақсы ұсыныс айтып отырсыздар. Біз енді сіздердің денсаулықтарыңыз бәлкім ойлап, енді мен де сөз ары бері шапқылап жүре бермейсің деп. Иә, мен енді шаршап жүрген шығарсың. Өміріңіздің бәрі гостиница мен перелетті. Сол сияқты мен айтып отырмын да, болды, ол вопросты да қазір басшылыққа айтып көрейін, бәлкім. Әдемі құтылып кетіпсі? Енді ондай өнері бар Елдостың. Ермаш. Сіз мені всегда қолдайсыз да? Мен мақтап отырмын? Жоқ, сіз негізі сіз айтыңызшы. Федерацияда жұмыс істегенде сіз де біраз нәрсені дұрыстап айтпаушы едіңіз ғой? Айттым. Осы кісілердің бәрін шақырдық қой кезінде. Сұхбат берді, тізімін жасадық. Сол кезде сол кісілерді сіз, по-моему, нетіп кеттіңіз. Жоқ, ол кезде Қазақстан футбол федерациясында қандай қызмет етеді, мен түсінбей тұрмын. Әміржан Нұрышевич деген кісі болды. Сол кісі айтты, тізімін жаса, бүкіл ардагер, мықты абыройы бар, мықты адамдардың бәрін шақыртамыз, билеттерін әпереміз, ұлттық құраманың ойына келеді. Соның ішінен 3-4 адам ана Қазспортқа, подкасттарға барып сұхбат беретіндерін жасады. Керемет идея дедім. Сөйтіп бәрін жасап, очередьпен жетеуін бір рет сөйтіп шақырып жүргенбіз. Соны мен сіздің кезіңізден қалып кеткен нәрсе деп ойлаймын, ол дәстүр қылып, ол нәрсе қазір тоқтап қалды да. Неге оны ары қарай жалғастырмасқа? Өйткені ол болашақта қазіргі таңда ойнап жүрген ойыншылар бар, олар білмейді ғой кім екенін. Бір-бірінің буын алмасу және олардың өткен өмірінің бір қызықты сәттері ол қазіргі таңда осы футболшыларға да пайдасын тигізеді.